Кеш жарық, қымбат ұстаздар, оқушылар, берекелі алтын күзге қош келіпсіздер. Табиғат күллі тіршілік атаулының қуатты қоқысы, алтын бесігі құт берекесі. Осы табиғаттың көрмесінің олан ерекше. Көз адам баласына молшылық, береке әкелетін мезгіл. Сондықтан да адамдар бізді берекеліміз алтын күз деп баға береді. Күз дегеніміз даланың дархан дастарханы, көз, байлық, молшылық. Ендеше алтын күз атты күзгі бал келсін. Ашық деп жариялаймыз. Hoş geldiniz көрермен, күзгі балдық кешіне, отырыңыз қол қылауды шат күтуге бөліне, көбейді қол береке, астық толы қоймамыз, құтты болсын береке, алтын күзді тойлаймыз. Ақ көңілді ақпейілді жайымызда, үлгітті әрқашан ойымыз бар. Қырандай қанаттатқан omыздарға, қол соғып қошеметтеп, қойыңыздан жекелеп, алтын күзгі бал кешінің команда капитандарын ортаға шақырамыз. Вообще что-то настроено.
bu жерде бәріміз жарамыз. Мы, ребята, классные, мы из этого опасных, кто сегодня победит? Ну, конечно, ты. Ой, бәрекелді. Мінекей мынау байқасаңыздар
жалпы осы 18 мектепке салынғанына 60 жыл болсын деген ниетпен салдық. Шынына келетін болсақ, не істейміз бір-бірімізді алдап, 18 жасау қиын болды. Біз жоқ сөзі дұрыс өзі, бірақ біз 18 жасағымыз-ақ келді, бірақ қайта-қайта 60 шығып кете берді. Осымен келесі кездескенше. Армысыздан қойылған жалпы берекеге жинаған үшін сөз болды. Ас келгенде бас келеді, бас келгенде ас келгендекші дәпкасымен жасалатып, сонау Қызылорда шығарған ат бергені бүгінгі жиынға арнайы келіп отырған ортаға Сәрсен Байымдар отбасы. Өздері ішкен болмай, бірақ бастарында кейін. Ағамызданға жеңгеміз Тақсабай Гуля, қыздары қолтық шашты ортаға қарсылайды. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Күзгі бағым құтты болсын. Осы іс-шараны ұйымдастырып отырған Әйгерім апай, сізге көп рахмет. Күзгі бағдар жете берейік. Жылдан қатысушылар саны көбейе берсін. Алдыңға бұлайын білдіңіздер. Талғат аға, айыңызды болды айтып деген. Қызыңызды қоғамын айтып. Айтылдан әрекетші дейсен жатпайсыздар ма? Алайда бұлай жылған қоғам бүгін тойға алғаш рет екшілерін келе отырген қолшаш жасыңдар. Дәуір жолы тапсың. Алдын кешіріңіз, осында тұрып, сол тойдан саған сарқын бар. Мәк. Ал енді кезекті бұл әдемізді орындауда шашу. Кезекпен сөзден тегетін сөздің ималы демекте айтылса тілекшілері қалыға қауым елінгі демекші ал енді ортаға
мемлекеттік табалдырығын тоздырған және де біздің артымыздан түсеміз деп шаршадырған старостамыз Мадинаны ортаға шақырайық. Сәлеметсіздер, жиналған қауым, қатысушылар, ұстаздар, журналистер, сіздерге бүгінгі күзгі бал құтты болсын. Өзіміздің сыныбымды толығырақ таныстырып кететін болсам, менің есімімді шақырту оқушылар жиналған. Біздің сыныпта күйшілер де, бишілер де, әншілер де, жақсы оқитын оқушылар, жаман оқитын оқушылар барлығы да біздің сыныпта жиналған. Және біздің команданың аты біріккен оқушылар ұйымы. Не үшін бұл атауды алып отырмыз? Биыл Қазақстан Республикасының біріккен ұлттар ұйымына кіргеніне 30 жыл толды. Және ол біз үшін маңызы өте зор мерекелердің бірі. Және де біздің таныстыруымыз ерекше, және келуіміз өте ерекше. Жаңағы пресс-турға келетін болсақ, бәріміз тойға келіп отырмыз. Және оның себебі бұл бізге көптен күткен күзгі бал. Бірінші және соңғы күзгі балымыз. Неге бірінші? Елімізде болған жағдайларға байланысты, пандемияға байланысты, карантиндік нормаларға байланысты соңғы 2 жылда бізде күзгі бал болған жоқ. Ал неге соңғы? Келесі жылы біз бітіруші сынып боламыз, жас түлек боламыз сыныптан. Бұл біз үшін соңғы күзгі бал. Сол үшін тойымызды аман-есен атқарамыз деп шештік. Ал біздің күзгі балға келіп отырған себебіміз ең алдымен ол әрине арамыздағы үйреншілікті арттыру, достығымызды арттыру. Ал екінші себебі жабылып қалған қабілеттерімізді, дамуымызды өзара арттыру. Және сол жабылып қалған қабілеттерімізді ашуға көмектескен ұстаздарымыз, ұстазымыз екінші анамыз Байшекетова Замира Сертиғалиевна. Ал мен Замира апай, сізге үлкен рахмет. Сіз бізбен педагог ретінде емес, анамыз сияқты сөйлесіп жүрсіз. Сол үшін сізге үлкен рахмет. Ал сізбен сізге думол жамалап сіздерге болған асқармен досқа, басымызда досқа дегенде бірлік болмай, бірлік болмас. Ал сіздермен әлі той жыласа да, мақалаған қыз тойда болса дегендей, ұялмаймыз, қысылмаймыз, ортада бәсеке болсын, маэстро музыка.
Thank